сұхбатқа келгеніңізге көп рахмет. Ең бірінші сұрақтан бастайтын болсақ, өзіңіз жайлы айтып берсеңіз, балалық шағыңыз, отбасыңыз жайлы. Негізі мен өзім Кентау қаласының тумасымын. Сол оңтүстік Қазақстан облысында, қазір Түркістан облысында енді. Өз отбасымда 5 адам бар, яғни әке-шешем, мен и 2 қарындасым. Өзім туралы айтатын болсам, қазір мен докторская диссертация жазып жатырмын. Және оған қоса қазір осы МУИТта, Хатуда мұғалім болып жұмыс істеп жүрмін. Жаңа айтып өттіңіз ғой, осы оқытушы болып жұмыс істеп жүрмін деп, Хатуда оқытушы болып таңдауыңызға, осындай мамандық таңдауға не себеп болды? Банкта жұмыс себепкері болды десе де болады. Өйткені мен өзім осы университетті бітіріп, 4-ші курсты бітіргеннен кейін сразу мені бірден банкке жұмысқа шақырды. Сол банкта мен жарты жылдай жұмыс істедім, бірақ уақыттағы жұмыс маған қатты ұнаған жоқ, тіпті мүлде ұнаған жоқ деп айтса да болады. Сол үшін мұғалімдік жолға маған ағам айтқан, мұғалім болып кіре сал, уақытта енді кішкене бір бостандық бар дегендей болды. Сонымен енді сол бостандыққа барамын деп мұғалім болып, уже қазір 3-ші жыл болды жұмыс істеп жүрген мұғалім болып. Сіздің осы күнделікті өмірде жалпы хоббиіңіз қандай? Ең сүйікті хоббиіңіз? Ең сүйікті хобби осы жүгіру деп айтса да болады, бірақ оған қоса мен тағы кітаптарды оқимын, ойын ойнаймын компьютерде, бірақ егер ең уақыт көп кетіретін хобби туралы айтсақ, осы жүгіру болады. Жүгіру, спорттың осы нақты жүгіру түріне қалай келдіңіз? Бұл негізі қызығы, мен баста 1-ші курста оқып жүрген кезде мен одноклассигім Абунасыр деген ол маған кеттік марафонды жүгіріп қайтайық деген. Дәл осы жерде финиш жасағанбыз айтпақшы центральный стадионда. Сөйтіп, содан қызығушылық пайда болды. Одан кейін 1-2 жыл тағы да сәл-сәл жүгіріп, былай одан кейін уже өзім тренировка жасай бастадым. Осы спортты өміріңізде алып жүрудің қандай да бір ауыртпашылықтары бар ма? Иә, конечно. Тренировканы жасау кейбір кезде қиын болады. Сосын бізде андай тренировкалардың түрлері болады. Асинкросс, жеңіл жүгіру, одан кейін наработка деген нәрсеміз бар. Ол ең қиын тренировкалар. Бәрі ойлайтын шығар, енді спортпен айналысқаннан кейін күшті болып жүреді, там и так далее. Негізі ол бір жағынан өтірік, өйткені спортсменнің өмірі андай қиын деп айтса да болады да. Мен жартылай спортсмен, жартылай кәдімгі адам болғаннан кейін ол қиыншылықтары маған екеселеніп түседі. Жаңа сіз айттыңыз ғой, марафонға қатыстым деп. Сол марафон барысында немесе басқа да бір жарыс кездерінде, жүгіру кездерінде қандай да бір қызық оқиға бар ма, есте қаларлықтай? Қызық оқиға дегенде, негізі жүгірудің өзі бір өмірі ғой. Сол үшін қалай айтса болады, қызық оқиғаларсыз болмайды. Сол үшін мен бір рет марафонға ұйықтап қалған кезім болған. Номерімді ұмытып қалған кезім болған. Сол ұйықтап қалған кезім. Марафон қазір 1 сағаттан кейін басталады, ал оған дайындалып болу керек, кішкене тамақшы болу керек, соның бәрін жасап үлгеремін дегенше біттім. Мен старт басталды, старт басталғаннан кейін 3 минуттан кейін 4 минуттан кейін бастадым жүгіріп. Бірақ айта кететін жер, сол 3 минут неге қарамастан, кешіккенге қарамастан, мен бәрібір бірінші 10 адамның ішіне келгем, ал ол кезде қатысушылардың саны 2000-дай болатын. Өзіңіздің бойыңызда өзіңізге бір ұнайтын және ұнамайтын қандай қасиетіңіз бар? Ұнамайтын қасиеттен бастайық. Ұнамайтын қасиет ол жалқаулық. Негізі программисттер бәрі негізі жалқау болып саналады. Хороший программист ленивый программист дейді, өйткені ол оңай жұмысты жасаудың оңай жолын табады. Және ол программированияның саласы маған бүкіл өміріме кіріп кеткен сияқты кейбір кезде. Одан кейін енді өзіме ұнайтын. Қазір мен мұғалім болғаннан кейін ол адамдармен бір сөзге келе алу деп ойлаймын. Кейбір адамдар болады, ұнамаса бірден айта салады бетіне. Ал мен даже осы студенттермен жұмыс істеп үйренгеннен кейін ары қарай ол маған да өзінің өмірінің басқа салаларына кіреді ғой. Басқа адамдармен бір орта шешімге келуге тырысамын. Сол қасиет маған ұнайды деп ойлаймын. Жаңағы мектеп табалдырығын аттағаннан бастап өзіңіздің сүйікті пәніңіз қандай болды? Қазіргі уақытқа дейін мен космосты өте жақсы көремін. Сол үшін маған 7-ші сыныптан бастап физика және астрономия сабақ қатты ұнады. Сол ғарыштағы, космостағы планеталар, жұлдыздар және үлкен объектілер,
және енді бізде космос өте үлкен ғой. Ал қанша тілді меңгергенсіз? Қазіргі уақытта 4 тілді еркін білем, және қазір 5-ші тілді үйреніп жатырмын. Енді ол бізде 3 тіл: қазақ, орыс, ағылшын, сосын корей тілі, жоқ, түрік тілі. Одан кейін корей тілін қазір үйрене бастадым. Қазір енді өзіңіз мектепте оқыдыңыз, университетте оқыдыңыз, сол уақыт аралығында өзіңіз үлгі тұтқан, былайша айтқанда кумир деп айтып жатамыз ғой. Сондай адам бар ма сізде? Әрине, кез келген адамда негізі кумир болу керек деп ойлаймын, бірақ оған ұқсағым келмейді. Яғни айта кетсек, Илон Маск туралы, қайтадан енді ол ғарышқа қатты байланысы болғаннан кейін маған ұнайтын шығар. Бірақ оның өмірлік ұстанымы, оның жасайтын тірліктері, мысалы, маған мен оның тірліктеріне қатты тәнті боламын. Өйткені былайша қарасаңыз, бір ғана адам бірнеше елден бай, проектілерінде көп проектілері бар оның. Жаңағы гиперлуп дегені бар, SpaceX бар, Tesla бар. Яғни ол бүкіл индустрияны ауыстыра алған адам. Соның жаңағы кітабын оқығам, сол туралы кітап, Илон Масктың автобиографиясын. Жаңа айтып өттіңіз, сол кітабын оқыған деп, қандай тағы да кітаптарға қызығасыз? Негізі қазір кітапты оқығанды жақсы көремін. Қазіргі уақытта енді художественный литература оқығанды кішкене таңдадым, өйткені қазір мотивационный кітаптар дейді, бірақ саморазвитие туралы кітаптар, олардың бәрін емес, енді көбісін оқып, бәр жерде бір нәрсе айтылатынына шешіміне келдім. Кітап оқу жолы айтатын болсақ, ең бірінші кітабым менің сол Дейл Карнегидің кітабы болған, «Как влиять на людей» деген кітап. Сол кітаптан бастап менде уже қызығушылық пайда болды кітаптар оқып, өзіңді дамыту темасы. Қазіргі уақытта, дәл қазір мен «Интерстеллар» деген кітапты оқып отырмын. Ол енді научная фантастика, фильмді білетін шығарсыз, «Интерстеллар» деген. Енді «За сценами науки» деп аталады ол кітап. Яғни ол кітапта жаңағы фильмда болған сценалардың бәрін ғылыми тұрғыда айтып береді. Мүмкін ба ол нәрсе, немесе ол әшейін сценарийға қою үшін бір әдемі болатын кадрлар болған ба, соның бәрін айтып береді. Яғни ол физикаға қатты тереңдетілген кітап. Бос уақытта қазір соны оқып отырмын. Данияр мырза, алтын уақытыңызды бөліп, сұхбатқа келгеніңізге көп рахмет. Сіздерге де рахмет.